Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге қазақша FIFA каналы. Бүгінгі видеода біз екінші аккаунтты қалай ашуға болатыны туралы видео түсіретін боламыз. Достар, сіздер осы видеоға лайк басып кетіңіздер, арнаға жазылып кетіңіздер, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Ендеше видеомызға кеттік. Айтып өшті, анау Аян FIFA деген ойыншы бар. Балаға көп рахмет. Әр видеомда сол активный адам. Сіздер жақында не қылса, менің арнамда 100 мың оқырман болғанда 100 оқырман болғанда мен өзімнің немді шығаратын болам, турнир ұйымдастыратын боламыз. Ол турнир қалай болады, соның бәрін сол кезде айтатын болам. Ендеше біз қазір өзім видеода шығара берейік. Өзіміздің видео қазір былай болады. Мына жерден қараңыздар, тағы бір обзор көрсетіп жіберсем мен сіздерге. Новыйдан аштым ғой. Мінекей қараңыздар, мына жерде премьер лига, әртүрлі лигалар ашылады. Сіздер қалаған лигаларыңызды ала аласыздар бұл жерден. Өзіңіздің бір нелеріңізді тауып алсаңыздар болды. Главный. Мен бір жаман хабарым бар, өзім бұрын ойнап жүрген аккаунтымды одан кетіп тастағанмын. Неден? Коштан. Неден? Плейгрейдан. Енді қайтадан жаңа аккаунт ашам. Сөйтіп жаңадан нелер бастайтын боламыз. Жаңа аккаунттағы жаңа өмір ғой үшін. Мына жерде қараңыздар, қазір мен сіздерге бір нәрсе айта кетсем, осы қателеспеңіздер. Мына жерден қараңыздар, мен Париж ФК-ны тағындаймын. Сіздерге бір нені айтатын болсам, қараңыздар. Бариса ма біреулер дейді, 1893 жылға ашылған құрама бар. Команда бар, бәріне көріп кеткендеріңіздей. Сол командада бір атақты ойыншы шыққан. Қайсы неден? Ол қазір Англияда ойнайды. Әдемі гол бар сол командада соққан. Ол неде ойнаған? Челсиде ойнаған. Сол ойыншының атын тауып кеттіңіздер. Сол таққан адамға мен лайк басып кетемін, достар. Қиын болып тұр қазір жағдайым, не деген мен уже мынандай. Қараңыздар, мына жерде қазір новыйдан аккаунт ашылған екен, новыйдан қосылған екен. Менде уже өйстіп обновление бола береді. Қазір мен өзім аккаунтымды енді жаңартып отырсам, меніңше өзім бұрынғы нелерім бар, ашқан аккаунттарым бар, соларды көретін боламыз. Мына жерден қазір видеоны қысқартып жіберсек, қиын жарғар, мінекей. Мына жерден 3 ойыншы шығады. Мен мына жерден Англияны таңдаймын. Англия білесіздер. Англияның жақсы көретін командам бар. Мінекей мына жерде қараңыздар, Лингер жүр. Блэкбек. Ласио емес, басқа команданікі. Флоридоны кім біледі? Айтпашты достар, не ма? Айтып кетсем, футбол жаңалықтарына видео шығарайын ба, соны ойларыңыз жазып кетіңіздер. Қалай қарайсыздар, жақсы ма, активный ма, соның бәрін жазып кетіңіздер. Мен сіздердің әрбір айтқан комментарийларыңызды оқитын болам. Және солармен видео шығаруға тырысатын болам. Қазіргі таңда тағы идеям жоқ. Сол ғана идея болып тұр. Мына жерден қараңыздар. Мен осыны басып жүрген, удалить записи дегенді. Учетный запись дегенді удалить етіп жібергенмін ғой. Сөйтіп қиналғанмын үшін. Бір жаман жері сол болып тұр. Көрдіңіздер. Мына жерде костюмді удалить еттім мен тағы да. Выйти деген, негізі осымен ашасыздар, сіздер қателеспеңіздер. Мен удалить еткендігім өзіме қате болып тұр. Осы үшін мен деген бір қиын не. Негізі ол өзім біріншіні сынадым. Енді қателеспейтін боламыз. Достар, сіздер қателеспеңіздер өйтіп. Екі аккаунттан өздеріңіз Facebook'тан аштыңыздар да болады. Плейгрейдан да аштыңыздар болады. Өздеріңіз қалаған нелермен аша аласыздар бұны. Айтып отырғанымыздай. Қазір енді менде сет шығып тұрған жоқ. Бұл жерде сет үшін бөліп қалды.
видео осылайша ұзақ айналып тұрады. Мбаппе дейді. Қалай не қылайын, видеолар қалай ұнап жатыр ма, соны ойларыңызды жазып өте беріңіздер. Мен әртүрлі барлық комментарийді оқуға тырысатын боламын. Мына жерде негізі бұрын активный болып жүргендер қазір активный не болып қалды, сөніп қалған да, әлде басқа шара оқыған ба, ол жағын білмейміз. Қазір оқу басталғанымен қиын болып тұр бәрімізге. Ендеше мен қазір түріне қарап тұрып әңгіме айта берейік. Қалай ойлайсыздар, келесі видеоларда қалай видео шығарайын, нелерді жазып кетейін ба, футбол жаңалықтарын айтайын ба, қалай ойлайсыздар, соның бәрін ойларыңызды жазып кете беріңіздер. Мен міндетті түрде оқимын бұның бәрін. Қазір ойлап тұрады енді. Футбол жаңалықтарынан бар айтпақшы бір комментарийді оқып қалдым жаңелде. Жазған, в общем, 84-те 90-ға в общем ойыншыны қалай көтереді деген сияқты. Енді ол білмеймін, мен қазір PlayStation удалить етілғаннан кейін аккаунты өшіп кетті. Бәрін білесіздер неге. Осы үшеуі шығады, сіздерден екеуін қараңыздар. Мына Гостанда плей игры бар. Осы үшеуінің біреуін таңдайсыздар сіздер. Сөйтіп аккаунты қайтадан ашылады, қайтадан дамытасыздар. Достар, айтпақшы 100 оқырманға жеткіздіріңіздер. Тым болмаса қазіргі таңда бізге 50 оқырман керек болып тұр. Тағы сол 50 оқырманда біз турнир ұйымдастырамыз. PES 100-де PES 150-де PES әртүрлі ойыншылар туралы. Одан қалса осы FIFA-дан да не қылып жіберуімізге болады, әртүрлі. Дружба tasqайтын адамдарға бедейін, үшін қазіргі бір. Аян FIFA-дан негізі FIFA активный, тағы бір адамдар активный болса, біздің аккаунт видео түсіріп жүрген осы неміз мықты болады, ютубарымыз. Достар, осылайша видео аяқталды. Сау болыңыздар, келесі видео